Қайырлы таң, құрметті көрермен. Біз бүгінгі мерекеге орай қазақ өнеріне үлес қосып жүрген композитор В.Питерцовпен сұхбаттаспақпыз. Владимир Вениаминович, қайырлы таң. Қазақстан халқы бірлігі мерекесі құтты болсын. Бұл мейрамның сіз үшін маңызы қандай? Қайырлы таң. Мен былай дер едім. Достарым, бауырларым, бүгінге мереке күнінде жұлдызын ағанда болсын, күндізін жағанда болсын, жақсы келсін қысына, нұр жаусын басына, таны назанды болсын, ойын қазанды болсын, дәуіренен сәнде болсын, ғұмырын мәнде болсын, дастархандарың кен болсын, бала шаған ер болсын, бірлік берік болсын. Өнердегі жолыңыз, еңбегіңіз зор. Кеңестік дәуірдің өзінде сіз Семей облысы Абай ауданындағы Қаламқас, Жамбыл облысы Меркі ауданындағы Меркі әуендері, Оралдағы Ақжайық, Алматы облысы Іле ауданындағы Сартауғым ансамбльдерін құрысуға атсалыстыңыз. Бұл сіздің қазақ өнеріне, ән күйіне деген құрметіңіз болар. Ол кезде әр ауданның облыстың фольклорлық ансамбльдері болу шарт еді. Бұл үрдіс кезінде белгілі музыка зерттеушісі Болат Сарыбаевтың Арқалқы өңірінде шерттер ансамблін құрған кезінен басталған. Осыдан соң әр жерде фольклорлық ансамбль құру қолға алына бастады. Мен де белгілі балетмейстер Зәурбек Райбаевпен бірге жаңағы өзіңіз айтқан өнер ұжымдарының іргетасын қалауға атсалыстым. Сіз шертпегейді белгілі күйші Мағауия Хамзиннен, ал төкпегейді Хабибулла Тастановтан үйрендіңіз. Жалпы домбыраға деген әуестік қашан, қалай оянды? В Казах-концерте иногда, когда я работал музыкальным руководителем. Қазақ концертте ұзақ жыл музыкалық жетекші болып қызмет еттім. Сол кезде ұжымда көптеген белгілі адамдар болды. Рабиға Есімжанова, Роза Бағланова, Мағауия Хамзин секілді танымал өнер иелерімен бірге ұзақ гастрольдік сапарларға шығатын едік. Хамзин балық аулауды ұнататын. Менің домбыраға ықыласымды байқаған күйші, кейде басқалар балық аулауға кеткенде маған күй үйрету үшін қалып қоятын. Ал Хабиболла Тастанов Қазақ концертте көркемдік кеңестің мүшесі еді. Менің Мағауиядан домбыра үйреніп жүргенімді көріп, бұл шертпе күйдің төкпе деген түрі де бар. Мен саған үйретейін деді. Сөйтіп, мен ол кісіден де дәріс алдым. Осындай ұстаздардың арқасында қазір күйдің осы екі түрінде тарталамын. Қазақша ән жазасыз, күй шығарасыз. Осы сіздің арғы тегіңіз қазақ емес пе? Дедушка с бабушкой здесь всегда жили ишими. Менің ұлтым орыс, атам мен әжем Есіл өзенінің бойында тұрыпты. Белгілі әнші марқұм Мүсілім Абдулин ағамыз бірге жұмыс істеп жүргенде үнемі екеуміз де Есілдің суын ішіп өскенбіз дейтін. Жерлеспіз дегенді әдемі әзілмен жеткізген ғой. Мен негізі қиыршығыста туғанмын. Ата-анам 60-шы жылдар осында көшіп келіпті. Осылай қазақ елінің азаматы болып, қазақтың өнерімен өмір сүріп келемін. Бүгінгі мерекеге орай сіздің бір күйіңізді тыңдасақ қалай қарайсыз? Қазірге тыңдайтындарыңыз менің күйім Акселеу. Басты жаңалық, таяуда жаңа үн таспаңыз шығыпты. Енді осыған тоқтала кетсеңіз. Мен үшін биылғы жыл өте жақсы шығармашылық жыл болды. 5 бірдей CD дискалерім шықты. Бірінші диск менің жолым атты. Екінші диск Сабызғы сасырнай. Үшінші диск орысша тілінде шықты. Вальс молодости атты. Төртінші диск балет Томирис балетіне. Бесінші диск Құс қанаты күйлер және музыкалық пьесалар. Соңғы сауалымыз, сіздің отбасыңыз қазақша сөйлей ме? Больше внимания уделяем. Балаларым сөйлей алмағанмен немерем В.Питерцова аздап қазақша сөйлейді. Домбыраға деген ықыласы ерекше, қазақша әндер орындайды. Еліміздің әнұранын өте жақсы айтады. Қазақша сөйлейді. Қазақша аздап сөйлейді. Владимир Вениаминович, әңгімеңізге үлкен рахмет, сізге шығармашылық табыс тілейміз.
Құрметті көрермен, сіздер композитор В.Питерцовтың сұхбатын тыңдадыңыздар. Таңшолпанда қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.